Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге баклажан қосылған лечо салатының рецептісін ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен керек заттарымыздың барлығын осындай етіп дайындап аламыз. Көкөністерімізді бірнеше рет жуып аламыз, тазартып. Толық грамдарын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. 9%-тік сірке суын пайдаланыңыздар. Салатқа арналған, менде болмағандықтан осы сірке суды пайдаланамын. Баклажанымыздың барлығын өзімізге қалаған пішінде тураймыз. Маған осындай ірілеу көлемде туралған ұнайды. Болгар бұрыштарында дәл осындай етіп, үлкендеу көлемде етіп турап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Сәбізімізді ұзынша көлемде турайтын боламыз. Достар, егер салаттың түр-түрі керек болатын болса, менің арнамнан таба аласыздар. Қыс мезгіліне арнап сақталатын жасалу оңай әрі дәмді тойымды салаттардың түр-түрі бар. Қарап жасап көруге кеңес беремін. Пиязымызды да өзімізге қалаған пішінде тураймыз. Өте ұсақ қылып жібермеңіздер. Қызанағымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Мінеке барлығын дайындап алдым. Ендігі кезекте қазанымызды газымызға қойып, қыздырып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Майымызды өте қатты қыздырып жібермеңіздер, сәл ғана қызса жетерлік. Енді осының үстіне пиязымызды, сәбізімізді барлығын бірден салып жібере беріңіздер. Жеке-жеке қуырудың қажеті жоқ. Болгар бұрышында баклажанымызды да осының үстіне саламыз. Менің баклажандарым барлығы бірден сыймайды, сондықтан аздап шамалы қуырылғанын күтіп, қайнап жатқан сәтте араластырып жіберіп, аз-аздан қосып, барлығын салатын боламын баклажанның. Егер сізде үлкен қазан болатын болса, барлығын бірден салып жібере берсеңіздер болады. Мінеке қалған бөліктерін саламын. 7 литрлік қазанға пісіріп жатырмын бұл жерде мен. Қақпағын жауып, аздап қуыратын боламыз. Қуырылғаннан кейін бетіне қызанағымызды, тұзымызды, секерімізді саламыз. 2,5 қасық тұз, 3 қасықтай секер қосып жатырмын, толтырып. Қайнау барысында дәмін, тұзын көрсеңіздер болады. Қақпағын жауып, қайнауын күтеміз. Мінеке бүркілдеп қайнап бастап жатыр біздің қазанымыз. Енді осыны жақсылап араластыратын боламыз. Осы қайнап жатырған сәттен бастап баяу отта 25 минут қайнатамыз. Осыны ескеруді ұмытпаңыздар. Мен қара бұрыш және лавр жапырақтарында қосып жібердім. Енді қақпағын жауып, баяу отта 25 минут қайнатамыз. Мінеке 25 минут уақытымыз өтті. Біркелкі араластырып жібереміз барлығын. Байқасаңыздар, көлемі азайып жатыр. Араластыруда оңай. Осы кезде тұзын, секерін байқайсыздар, аз болса саласыздар. Толық грамын төменге қалдырып кетемін. Орташа отта қайнап жатыр. Біздің салатымыз дайын болуға 15 минут қалған сәтте сарымсағымызды қосамыз. Оның үстіне сірке суын қосып, жақсылап араластыратын боламыз.
Сірке судың 9%-тігін пайдаландым. Салатқа арналған түрін қоссаңыздар жақсы болады. Менде алма сірке суы болғандықтан осыны қосып жатырмын. Осыны ескерерсіздер. Біркелкі араластырып, баяу отта қайнататын боламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын, толық 45 минут қайнап шықты. Енді банкымызды да парлай берсек болады. Мен үнемі осындай етіп парлап аламын. Салатымызды банкаға салатын кезде мен қазанның астын өте жай қойып қоямын. Яғни бірден қазаннан парланған банкымызға салатын боламыз. Мінекей банкам парланып болды. Араластыра отырып, қоюы мен сұйығын араластыра отырып, банкымызға құйып алатын боламыз. Өте қатты толтыра беріңіздер, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, себебі банка суығаннан кейін көлемі азаяды банканың ішінде. Жарты болып қалмау үшін толтырып салсаңыздар, өте қатты жарты болып қалмайды сіздің банкыңызда. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай толтырып салыңыздар. Келесі банкымызға да дәл солай салып алатын боламыз. Енді закрывалканың көмегіменен жауып алатын боламыз. Менде 2 литрлік банкадан 2 және 1 литрлік банкадан 1 шықты көрсетілген мөлшерден. Енді осыны орап қалдыратын боламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын, қыс мезгіліне өте керемет әрі тәбетті ашатын салатты сізде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Замира. Сау болыңыздар.